Құрметті ұлты қазақ шетел азаматтары, Қазақстандық жоғарғы оқу орындарында грантқа оқуға түсу үшін мамыр-шілде аралығында өтетін негізгі ұбт-ны тапсырасыздар. Негізгі ұбт-ға өтініш беру app.testcenter.kz сайтында онлайн жүргізіледі, ал тестілеудің өзі Қазақстанда офлайн форматта өтеді. Егер сізде ЖСН бар болса, сайтқа тіркелу кезінде ЖСН-ді жазып, іздеу батырмасын басасыз. Тегіңіз, атыңыз, әкеңіздің аты автоматты түрде шығады. Ары қарай +7 байланыс телефон нөмірін көрсету қажет. Егер сізде ЖСН жоқ болса, сайтқа тіркелу үшін Қазақстан Республикасы ЖСН жоқ батырмасын таңдап, барлық мәліметтерді енгізу қажет. Кириллицамен атыңызды, тегіңізді, әкеңіздің атын, ұлтыңызды, азаматтығыңызды, құжат нөміріңізді, туған күніңізді, байланыс телефон нөміріңізді көрсетуіңіз қажет. Әрі қарай сақтау батырмасын басасыз. Осы әрекеттерді орындағаннан кейін ұбт-ға тіркелу үшін 12 сандық код тағайындалады. 18 жасқа толмаған болсаңыз, тіркелу барысында ата-анаңыздың немесе заңды өкіліңіздің аты жөні мен телефон нөмірі, электронды поштасын көрсетуіңіз қажет. Тіркеліп болғаннан кейін ұбт-ға өтініш беру қадамы басталады. Ол үшін жеке кабинетіңіздің өтініш беру бөлімінде. Егер сіз 2025 жылғы мектеп түлегі немесе толық оқыту мерзімін көздейтін колледж түлегі болсаңыз, Қазақстан Республикасы азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ азаматтар толық оқыту мерзімі үшін тетігін таңдайсыздар. ұбт-ны тек 3 пәннен тапсырасыздар. Тест тапсырмалар саны 90, оның ішінде 10 тапсырма, оқу сауаттылығы 2 бейіндік пәннен 40 тапсырмадан. Тестілеу ұзақтығы 150 минут, бекітілген шекті балл жоқ. Сіз шығармашылық мамандыққа толық оқыту мерзіміне түсуді көздейтін 2025 жылғы мектеп түлегі немесе колледж түлегі болсаңыз, Қазақстан Республикасы азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар толық оқыту мерзімі үшін тетігін таңдайсыз. ұбт-ны тек бір пәннен оқу сауаттылығынан тапсырасыз. Шығармашылық емтиханды жоғарғы оқу орында тапсырасыз. Тест тапсырмалар саны 10, тестілеу ұзақтығы 20 минут, бекітілген шекті балл жоқ. Ал өз мамандығыңызды жалғастырып, қысқартылған оқыту мерзіміне түсуді көздейтін колледж түлегі ретінде Қазақстан Республикасы азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар қысқартылған оқыту мерзімі үшін санатын таңдайсыздар. Қабылданған өтініштердің мәртебесін менің іс-әрекетім бөлімінен көре аласыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.